Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін картофель фри әзірлейміз. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Тазаланған картоптарды осылай видеодағыдай соломка етіп тураймыз. Кейін ыдысқа салып, крахмалы кеткенше 4-5 қайтара жуамыз. Жуылған картоптарды сөлгіге не болмаса салфеткаға салып, құрғатып аламыз. Кейін қызып тұрған майда қызарғанша картоптарды қуырамыз. Май міндетті түрде қызыған болуы тиіс, және де картоптарды аз мөлшерден салыңыздар, сонда жақсылап қызарып піседі. Кейін осылай сүзіп алып, бетіне тұз сеуіп, ысына берсеңіздер болады. Өте жақсы болып шығады. Жасап көріңіздер. Сіздермен болған салтанат. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.